Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз L800 Epson принтеріне сброс жасайық деп отырмыз. Ол принтердің, яғни памперс толған. Оны қалай жасау керек екенін сіздерге қазір көрсететін боламын. Олай болса, біз L800 принтерінің Epson Adjustment Program деген программаны көшіріп аламыз. Содан кейін біз Select деген жерде басамыз. Одан кейін мына жерде көрсетілген Particular Adjustment Mode деген жерде басатын боламыз. Сол жерде Auto порт таңдаймыз. Біздің порт L800. OK-ді басамыз. OK-ді басқаннан кейін, яғни мен жаңа сіздерге көрсеттім, Adjustment Mode басамыз. Содан кейін Waste and Path Count дегенді басамыз. Содан кейін төмен жоғары жақта тұрған екі жерге галочка қоятын боламыз. Mind Path Counter деген жерге Flatten Path Counter деген жерге екі жерге галочка қоятын боламыз. Ары қарай Check деген жерде басатын боламыз. Яғни сол жерде бізге, яғни мен шығарып береді. Қаншалықты памперс шыққанын көрсетеді, толғанын көрсетеді. Бізде яғни 5939 34%, 122 портта 121 осылай толып тұр. Біз оны check батырмасын басып Zone дегенді басатын боламыз. Яғни сол кезде бізге уже портта көрсетілгендей принтерімізді өшіріңіз деген сообщение келеді. Осылай. Осы принтерді өшіреміз, өшіріп қосамыз. Сол кезде, яғни біздің принтеріміз жұмыс жасайтын болады. Яғни дауыстар шығады, әртүрлі дауыстар шығады. Бізде уже 0 болып тұр. Финишпен біз жұмысымызды аяқтайтын боламыз. Қайтадан көрсетіп отырмыз. Сол бойынша принтерларымызды, цветной принтерларымыз егер де сброс жасау қажет болатса, осылай жасаңыздар болады. Егер де программа қажет болатса, описание бөліміне өтіп хабарлассаңыздар болады. Яғни бұның барлығы тегін емес, өзінің құны бар. Сондықтан құнын төлеп алатын боласыздар. Аман сау болыңыздар.